Осындай лимонның мынандай дәнектерін суға сап қоямын осылай. Бір 10 шақты күн тұрады. Сол кезде сәл жарылып шығады. Жарылып шыққаннан кейін топыраққа егемін. Мына өткендегі лимонның дәнектері міне сәл-сәл қатты жарылған жоқ, міне сәл-сәл шеттерінен осылай ақ-ақ болып жарылып жатыр. Осыны мына топыраққа осылай себемін. Осылай сеуіп тастаймын. Араларын ашып. Осылай сеуіп тастағаннан кейін бетіне топырақпен жабамын. Көп жаппаймын, сәл-сәл жабамын. Жауып, су сеуіп қоямын. Осылай қойып қоямын. Мынау өсіп шыққан лимондар. Бұл енді кешегі көрсеткен дәнектегі емес, оны біраз уақыт күтесіздер. 2-3 айдың көлемінде шығады. Ал мен негізі қыста мандарин болсын, жаңағы лимон болсын пайдаланған кезде дәнектерін кез келген гүлдің түбіне тастай салам. Өзінен өзі осылай майда болып шығады. Соны кейін гүлден бөліп алып, бөлек горшокқа отырғызамын. Міне осы биік болып шығып тұр. Екеуі тұр. Сосын түбінен жайқалып көбірек бұтақ шығу үшін, бұтақтары көбірек шығу үшін ұзынын кесіп алып тастау керек. Сол кезде түбінен жан-жағынан шығады. Осылай. Қазір енді шөлдеп тұр. Түбінде топырақтары құрғап тұр. Осындай түбінде топырақтары құрғаған кезде су құйып тұрамын. Жазда 2-3 күн сайын құюға тура келеді. Ал қыста аптасына 1 рет құйса жеткілікті. Кәдімгі колонкадағы судан құямын. Өлмейтін проживающий. Жарай ма?